Диабет әр адамда әртүрлі дамиды. Көпшілік адам қант диабеті тәттіні көп жейтіндерде пайда болады деп ойлайды. Алайда бұл олай емес. Бұл ауру метаболизмнің бұзылуымен байланысты және ұзақ уақыт қажет ем алмағандықтан ол қауіпті асқынуларға әкеледі. Сіздермен бірге Жаңғадау арнасы қант диабетінің өзге де белгілері жайлы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеле кетіңіз. Қант диабетінің бірінші және екінші типі жиі кездеседі. Қант диабетінің бірінші типі инсулинге тәуелді. Инсулин бөлетін ұйқы безі қызметінің проблемаларымен байланысты. Бұл аутоиммунды ауру. Ұйқы безінің біраз жасушасы бұзылады, соның салдарынан қандағы инсулин мөлшері азаяды, көмірсулар сіңуі нашарлайды. Глюкоза қанға жинала бастайды, ал бұлшықеттер оны дұрыс ала алмайды. Диабеттің бұл түрі 30-35 жастағы адамдарда кездеседі. Қант диабетінің негізгі белгілері. Диабет әр адамда әртүрлі дамиды. Десе де уақыт өте келе, оларда бұл патологияның орталық белгілері пайда болады. Жиі зәр шығару, шөлдей беру, ауыздың құрғауы, қарынның аша беруі, ұйқысыздық пен күндізгі ұйқышылдық, созылмалы шаршаңқылық, жаралардың баяу жазылуы, бас айналу, координацияның бұзылуы, қол мен аяқтың ұюы, әртүрлі дерматиттер, дене массасының бірден төмендеуі немесе артуы, көрумен байланысты проблемалар, бас ауруы, жоғарғы қан қысым. Егер өзіңізден осы белгілердің біреуін немесе бірнешеуін байқасаңыз, бұл дәрігерге қаралуға себеп. Қант диабетінің алдын қалай алуға болады? Диабет әртүрлі себеппен пайда болады, бірақ оның алдын алуға жалпы ережелер бар. Салмақты бақылауда ұстау, дұрыс тамақтану, суды жеткілікті түрде ішу, дәрумендер ішу, спортпен айналысу. Қант диабетін қалай анықтайды? Қант диабетінің екі түрі де қан мен зәр анализі арқылы ондағы глюкоза деңгейіне қарап анықталады. Зәрдегі глюкоза бүйрек межесінен өткеннен кейін анықталады. Алайда дәрігерлер тек бұл нәтижеге қарамайды, себебі бұл меже жас ұлғая да артуы мүмкін. Қан анализі нақтырақ нәтиже береді. Егер қандағы қант деңгейі жоғары болса, дұрыс диагноз қойылу үшін басқа күні қайталап қан тапсыру ұсынылады. Ескерту: өздігінен емделу қауіпті. Диагнозды тек дәрігер ғана қоя алады.